Дұға оқып, ауру адамға үрлеу, яғни дем салу және тұмар тағып жүру дұрыс емес нәрсе ме? Бұл туралы былай делінген. Аяти кариманы және Расулаллахтан келген дұғаларды оқып үрлеу, бұларды өзімен бірге алып жүру, яғни тұмар қылып тағып жүру рұқсат болып табылады. Оны сеніммен алып жүру адамға пайда береді деген. Не екені белгісіз нәрселерді жазу, оқу және оқыту, бұлармен тұмар жасау харам болып табылады. Аяти карима және дұға жазулы тұмарды клеенка секілді су өткізбейтін нәрселерге ораған жағдайда жүніп адамның да алып жүруі және онымен әжетханаға да кіруі жайыз болып табылады. Науқастың және жануар тістеп алған адамның шипасы үшін Құран кәрім оқу немесе қағазға жазып тұмар қылып алып жүру немесе су құйылған ыдысқа салып бұл сумен ауыратын жерін жуу жайыз болып табылады. Дұрыс болған мәшһүр дұғалармен тұмар жасау және өзімен бірге алып жүру жайыз. Сахабалардан келген риуаяттан Расулаллахтың жанында отырған едім. Бір кісі келіп бауырының қатты ауырып жатқанын айтты. Ауруы не деп сұрағанда шынырды деп жауап берді. Расулаллах бауырыңды осы жерге алып кел деді. Бауыры келіп отырғанда Расулаллахтың аяти харс ретінде танылған аяттарды оқып науқасқа үрледі. Сол мезетте жақсарып орнынан тұрды. Сахабалардан Абдуллах бин Умар радиаллаху анх ашу жаза және құлдарының жамандығынан, шайтандардың жанында болуынан Аллахтың аяттарына сыйынамын деп жазып, балиғатқа толмаған балалардың мойнына тағып қоятын еді. Не екені белгісіз жазулары бар тұмарды әрине алып жүруге болмайды. Бірақ дініміз білдірген дұғаларды, аяти карималарды оқып үрлеу және тұмар ретінде тағып жүруді ешқандай зияны жоқ. Мәселен, аяти хирс оқу және өзімен бірге алып жүру өте пайдалы. Тағып жүрген адамды сиқырдан, дуалаудан, көз сүюден қорғайды, яғни мұратына жетеді. Алайда жәрдемді одан сұрап, оған табынуға болмайды. Себебі қорғаушы тек Алла екенін ұмытпағанымыз жөн.